Кристофор Колумб 1451 жылы Генуя қаласында дүниеге келген. Ол қазіргі Италияда орналасқан. 1451 жылы Доминика Коломбо орта класты жүн тоқыған және Сюзанна Фонтанарос балалық шағы туралы аз білсе де, ол жақсы білімді болғаны анық. Өйткені ол ересек адам ретінде бірінші тілде сөйлей білді және классикалық әдебиетті жақсы біледі. Бұдан басқа ол Птоломей мен Мариустың бірнеше туындыларын оқып үйренді. Колумб 14 жасында алғаш рет теңізге барды және бұл кішігірім өмір бойы жалғасты. 1470 жылдары ол Эгей теңізіне солтүстік Еуропаға және Исландқа барған көптеген сауда-саттық сапарына аттанды. 1479 жылы Лиссабонда ағайынды Бартоломейді кездесті. Кейінірек ол Филомонис Перестролға үйленді. 1480 жылы оның ұлы Диего туылды. Отбасы Лиссабонда 1485 жылға дейін қалды. Колумбтың әйелі Филиппа қайтыс болды. Онда Колумбус пен Диего Испанияға көшті. Батыс сауда бағыттарын зерттеу үшін грант алуға тырысты. Ол жер шар болғандықтан кеме қиыр шығыста жетіп, батыста жүзу арқылы Азиядағы сауда жолдарын орнататынына сенімді. Көптеген жылдар бойы Колумб өз жоспарларын Португалия және Испан корольдеріне ұсынды. Бірақ ол әр уақытта бас тартты. Соңында 1492 жылы Морс Испаниядан шығарылғаннан кейін король Фердинанд пен королева Искалла оның өтініштерін қайта қарастырды. Колумбия Азиядан христиандықты тарататын алтын дәмдеуіштер және жібекті қайтаруды және Қытайды зерттеуді уәде етті. Содан кейін теңіздегі адмирал мен ашылған жерлердің губернаторы болуды сұрады. Колумбтың бірінші саяхаты испан монархтарынан айтарлықтай қаражат алғаннан кейін Колумб 1492 жылы 3 тамызда 3 кеме Пинта, Нина және Санта Мария мен және 104 адаммен жүзіп отырды. Канар аралдарында қысқа мерзімде тоқтатылғаннан кейін, кішігірім жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін Атлант мұхиты арқылы өтетін кемелер. Бұл саяхат 5 аптаның ұзақтығы Колумбтың күткенінен әлдеқайда ұзақ уақыт өтті. Өйткені ол әлемнен әлдеқайда аз деп ойлады. Осы уақыт ішінде экипаж мүшелерінің көпшілігі аурулармен ауырып қайтыс болды, немесе аштық пен шөлден қаза тапты. Соңында 1492 жылдың 12 қазанында сағат 2-де Родриго де Триана қазіргі Багам аралдарында жерді көрді. Колумб жерге жеткенде ол Азия аралына сенген және Сан-Сальвадор деп атаған. Ол байлық табалмағандықтан Колумб Қытайды іздеуді баруды шешті. Оның орнына Куба мен Эсфанолияға барады. 1492 жылдың 21 қарашасында Пинта мен оның экипажы өз-өздерін зерттеуге кетіп қалды. Содан кейін Рождество күнінде Колумб Санта-Мария Испанолия жағалауынан шығып кетті. Жалғыз Нинада шектеулі орын болғандықтан Колумб Навидад деп аталатын бекіністе 40-қа жуық адам қалды. Көп ұзамай Колумб Испанияға жол тартты. Ол 1493 жылы 15 наурызда батысқа қарай алғашқы саяхатын аяқтады. Колумбтың екінші саяхаты. Жаңа жерді табыстағаннан кейін Колумб 1493 жылы 23 қыркүйекте батысқа қарай 17 кемелер мен 1200 ер адаммен жүзіп өтті. Бұл сапардың мақсаты Испания атынан колониялар құру, Навидадтағы экипажды тексеру және ол қиыр шығысты деп ойлаған нәрсені іздеуді жалғастыру. 3 қарашада экипаж мүшелері жерді көрді және Колумбустың Жапониядан аралдар деп санайтын Доминика, Гваделупа және Ямайка деген 3 аралды тапты. Онда ешқандай байлық болмағандықтан, олар Непедаттың бекінісі жойылғанын және оның жергілікті халыққа қатыгездік жасағаннан кейін экипажының қаза болғанын білу үшін Испанолияға барды. Форт Колумбус орнында Санта-Доминго колониясы құрылды және 1495 жылы шайқастан кейін ол бүкіл Испанолия аралын жаулап алды. Ол 1496 жылы наурызда Испанияға жүзіп, 31 шілдеде Кадиске келді. 3 бағыт. Колумбтың 3 саяхаты 1498 жылы 30 мамырда басталды және алдыңғы 2-ге қарағанда оңтүстік бағытта жүрді. Қытайға әлде барып келемінде ол 31 шілдеде Тринидад пен Тобаго, Гренада және Маргаританы көрді. Ол оңтүстік Американың материгіне жетті. 31 тамызда ол Испанияға оралды және Санта-Доминго колониясын тауып алды. 1500 жылы проблемаларды тергеуге үкіметтің өкілі жіберілген соң, Колумб ұсталып Испанияға жіберілді.
Ол қазан айында келіп, жергілікті тұрғындарды да испандықтарды нашар емдеуге қатысты айыптаулардан қорғай алды. Колумбтың төртінші және соңғы туры. Колумбтың соңғы сапары 1502 жылдың 9 мамырында басталды, және ол маусым айында Испаниялға келді. Бірде ол оған колонияға кіруге тыйым салған, сондықтан одан әрі зерттеуді жалғастырды. 4 шілдеде ол тағы да жүзіп, одан кейін орталық Американы тапты. 1503 жылдың қаңтарында ол Панамаға жетіп, аз мөлшерде алтын тапқан екен. Көптеген қиындықтардан кейін және Ямайкадағы кемелерде қиындықтар болғаннан кейін, Колумб 1504 жылы 7 қарашада Испанияға жол тартты. Ол жерге келгенде Севильядағы олмен болды. Королева Изабелла 1504 жылы 26 қарашада қайтыс болғаннан кейін, Колумб Испаньола губерниясын қалпына келтіруге тырысты. 1505 жылы патша оны сұрады, бірақ Колумб ештеңе істемеді. 1 жылдан кейін Колумб ауырып, 1506 жылдың 20 мамырында қайтыс болды.